жұбайына ғана емес, бір өзінен әлсіз адамға күш көрсетудің арты ешқашан жақсылық болған емес. Бір ер жігіттің біз бір кесек мінезді болу керек жайлы көп айтамыз ғой. Нағыз жігіт өзінен әлсізге көмектеспесе ешқашан бір күш қолданбайды деп ойлаймын. Нағыз жігіт болмашыға ашуланып, болымсызға алданбайды деп ойлаймын. Жігіттің ірілігі майда істерге мән бермеуінен көрінеді. Даяшымен дөрекі сөйлесетін жігіттер бар. Мәдениеттілігіміз өзімізден қызмет үстем, лауазымы жоғарыға келгенде ғана жұмыс істесе, осы ма жігіттік деген. Бағдаршамға 1 секунд артық тұрсаң бейпілдететіндер бар. Сабырымыз сынық уақытқа жетпесе, кеңдігіміз қайда қалады? Осылай әлсірегеніміз сондай, әлеуетімізді әйелімізге ұру арқылы көрсететін күйге түстік. Өктемдіктің түбі әрқашан өкініш. Сом темір болсаңыз, бізді де илейтін балға бар, нала жібермейді деп ойлаймын. Өзіңізден күші азды соққыға жығу ол зұлымдық, ал нақақ жәбір көрген адамның қарғысы әрқашан қабыл болады. Бір кекірік атып отырып, асыл қайтам деп артынан ашыққандар бар. Күні кеше көкірек кернеп, дөрекіленем деп, бір дәретке келіншегінің көмегінсіз бір шыға алмайтын күйге түскендерді естігенбіз. Тағдырымызда не тұрғанын, Құдайдың алдымызға не дайындап қойғанын қайдан білейік жігіттер. Әйтеуір абайлау керек. Қай заман болса да өзгермейтін бір құндылық бар деп ойлаймын. Ол не десеңіздер, ол бізден әйеліміз қорқып, бізден ол әйеліміз айналып қашып, осының бір бәлесінен аулақ деген сияқты қауіптеніп жүретін болса, біздің бір болмысымызда кінәрат бар деп ойлаймын жігіттер. Ол ислам бейбітшіліктің діні болғаны секілді, кез келген жігіттен де бір мамыра жайлы қауіпсіздік есіп тұру керек қой.